Ата-ана туралы сөз бастау әрдайым қиын. Ойланып жүрдім осы уақытқа дейін. Ата-ана туралы көп ойлар болғанмен, қандай сөзбен жеткізсем деп. Менің әкем ауданға белгілі кісі болған. Көшеде жүргенде, "Тілекең баласысың ба, ұқсайсың" дейді. Ол түріммен ұқсағанмен, мінезіммен, сөз байлығымен онша ұқсамайтынын білем. Әкем ерекше жан еді ғой. Әкем қазір ғой ру туралы айтады. Ал ол кезде ру дегенді онша біле бермейтін. Әкемді есімдегі талай отбасылар келіп, уәждерін айтып, соларды татуластыратын әкем. Анау ру, мына ру дегенді білмейміз. Әйтеуір бәрі ағайын болып өсетін сияқты маған көрінетіндігін. Сөйтсем, әкем беделі мықты екен ғой. Ана өлеттен, мына өлеттен бір айқай шу шықса, оны да баса білген. Ол кездегі адамдар да тыңдай білген ау деймін, уәжді. Жәлдегі сөздерді. Әкем Тілеу Тұртаев 1920 жылы Жайылма ауылында дүниеге келген. Балалық шағы туралы көп айтпайды. Білмеймін балалық шағында не болған. Бірақ өзінің әкесін сыйлап өткен әке, нағыз әке деп ойлаймын. Тұртайұлы Тілеу енді жас кезінен соғысқа барып, белгілі шайқастарға қатысып, Сталинградты босатып, Польша, Варшавада өзінің ерлігін көрсетіп, орден медальдармен марапатталып, аман есен ауылға оралғаннан кейін бірліктің бір керемет сұлуы Күлайша анаммен танысады ғой. Бір әңгімесінің есінде костюм шалбарым бар, бірақ аяқта туфли жоқ, атпен барып алып қаштым деп бізді күлдіру үшін айтама мамаларымды. Божбанның сұлу қызы Күлайша Бердіманова 1930 жылы дүниеге келген. Көке дейттім мен де, әкемді. Көкемен мамам ұзақ өмір сүрді деп ойлаймын былай қарағанда. Әкем 73 жасында қайтыс болды. Анам 10 жылдан кейін кетті. Тағы бір оқиға есіме түсіп жатыр осы жайды. Әкем ауырып жатқанда Жұмабек деген врач болатын Қожекең. Сол кісі Тілеке, қазір неше түрлі дәрілер шығып жатыр. Сізге тағы да бір 10 жыл жасайтын дәрі салайын десе. Қоя ғой Жұмеке. Сол 10 жылда мына менің кемпірме берші деп, расында 10 жылдан кейін мамам қарасаңызшы. 10 жыл өмір сүрді, одан кейін өзіміз қарасып жүрдік. 9 ағайындымыз, 6 ұл, 3 қыз. 3 ағам дүниеден озды. Бірақ соның барлығы әкемнің тәрбиесін көрді, әке шешемнің. Мамам онша енді назар аудармайды ғой. Әкелерін деп айтылып жатады ғой, әкелерін келіп жатыр. Ананы істеңдер, мынаны істеңдер, ұрсады деп қорқытатын. Ол барлық анада болады деймін қасиет. Анам сөйтіп айтып жүр, онша көрмейді. Ал енді әкеміз үйге кіргенде қабағына қараймыз. Егер көңілді болса, барлық үйіміздегі барлық көңілді болады. Жұмыс ауыртын ғой енді. Шаршап кетсе де кейбірде білдірмейтін тұғын. Жақсы көңілі. Үйдегі жұмыстағы атмосфераны үйге әкелмейтін тұғын. Үйде барлығымыз көңілді. Кино көретін тұғымыз бәріміз. Соғыс туралы кино болса, әкем темекіні кезек-кезек шеге берді. Енді өзінің оқиғалары ғой. Қайта-қайта темек боқтап қояды арасында. Біз оны түсінбейміз, нақ боқтай береді деп. Баламыз. 75 жылы есімде. Жаңарғанға түгіскеннен көшіп келдік. 75 жылы ақ көйлек кигізіп, туфли кигізіп, бір модный болған сияқтымын өзім. Алдында шөртік, бірлерді кейбіріз ғой, анаң тіккен нәрсені кейбіріз. Сол ақ көйлек киіп мектепке әкем ертіп барған сәті әлі есімнен кетпейді. Апайлар алдымыздан шығып, көкеммен амандасып, көкем беделді адам болғасын. Зинаида Федоровна апайым қарсы алып, өйткені Зинаида Федоровнаның жары Владимир Пак деген кісі әкем жақсы сыйлайтындығын. Ой, балаңызды бізге беріңіз, біз тәрбиелейміз деп алып қалып, мені сол жақсы ұстаздар тәрбиеледі. Бірақ ең алғашқы ұстазым сол әкем мен шешем ғой.
екеуі тату тәтті өмір сүрді. Енді сәл ұрыстар болады ғой, бірақ әкем қатты қатал емес тұғын. Мамам бір әдістер табады әкемді жұбату үшін. Әкем ашуы тез басылатын тұғын. Ертеңгі нәрсе болмағандай өлең айтып жүреді. Өлең демекші, мал жайғастырып жатқанда да әкем өлең айтып, қатты өлең айтып жүреді. Соғыс кездегі өлеңдерді айтады. Көршілер қарап риза болатын. Бір кезде әкем маған келіп, осы армиядан кейін ғой, осы талап сен өлең шығарады деп естеймін. Нап қыздарға қарап өлең шығармайсың деп, арнап. Қандай десем, үйлену керек қой, қыздарды көндіру керек сөзбен деді. Если ты можешь корову доить, я могу тебе сердце подарить деп айтпайсың ба деді. Осындай әзілдер бар тұғын әкем үйдегі. Анамыз болса жәлде айттық қой, үйде шаруашылықта уақытылы тамағымыз, уақытылы киіміміз дайындалып тұрады тұғын. Әпшелерімді көмектесетін тұғын. Енді ол замандағы қазіргі заман емес, ағамыз киеміз, менікін інім киеді. Менен кейін Талғат деген інім бар, қазір Алматыда тұрып жатыр. Сол Талғат екеуміз кезінде таласатын тұғымыз. Таласпаймыз, әкеміз әдейі сұрақ қоятын. Мені кім бағады, қайсың бағасыңдар деді. Ол үлкен абырой ғой, әке шешені бағу деп. Екеуміз, мен бағам деп, екеуміз жарыстыра ма бір нәрсе. Анан әкел, мынаны әкел деді, кім? Сол лыпылдаймыз ғой, әкемізге жағу үшін. Әкем шеше сияқты сен бағасыңдар. Бірақ енді інім Алматыда қалада оқып, өзінің карьерасы сояқта жақсы болғаннан кейін, мен ауылда сол ата-анамды бақтым. Қара шаңырақта өзім өттім. Барлық ағаларым, әпшелерім, апаларым, әпкелерім жоғары білімді болды. Мен тек қана сол өзім талантыммен Дом культурада жан-жақта мәдени қызметкер болып жүре бердім. Кейін заман талап етті ғой диплом. Сондықтан мен ең кеш әкем қайтқаннан кейін оқыған ғой. Ал басқалардың барлығы әке шешем оқытқан енді. Бірақ өздерінің білімдерінің арқасы ғой енді. Бірақ сен оқисың десе, ол кезде ата-ана оқисың. Жоқ, мынаяқта жұмыс істейсің, ауылда қаласың десе, тыңдайтын заман. Бірақ барлығына кедергі болмай, барлығын оқытып шықты. Анамыз туралы жәлде тағы да айтып жатырмын ғой. Көп балалы болғаннан кейін сәл аналар шаршайды ғой. Ол шаршағанын байқап жүрдім. Бірақ көкем соны сол анама жігер бере білді. Тактика қой жақсы, бір стратегиясы бар. Үйдегі әр жанға өзінің стратегиясы болады. Мамама да бір керемет сөздер айтса, мамам қолпырып, жәлде шаршағанын ұмытып, сондай дәрежеде болады үйдегі атмосфера. Анамыз газет оқыған жақсы көреді. Өмірінің соңына дейін газет кітабы отыратындығын, оқырмандығын, сондай қасиеті бартығын. Бізге де сол қасиетті жұққан шығар. Әкеміз болса да болды, үйде қалың кітаптар, энциклопедиялар оқып, кроссворд шешеміз бірге отырып. Содан мен жәлдегі эрудицияма, сол әкемнің эрудициясына тән болып, өзінде сол мектептерде жақсы оқымасам, бірақ ішімдегі білімдерімді сол әкем оқитын кітаптардан алып жүрдім ғой үйде. Өлең жаза бастадым. Орыс мектебі болғаннан кейін орысша өлеңдер көп жазатынмын. Әскерден үйге хаттарды өлеңдетіп жазатынмын орыс тілінде. Әкем риза болатындығын. Енді тағы бір оқиға айтсам, ол ұзақ болып кетеді-ау деймін. Мен байқағаным әскерде хат үйден 7 күнде келеді екен. Енді есептеймін ғой, ауылға да 7 күнде баратын шығар деп. Бір күні 1 апрель бір әзілдейін дейін да, Наурыздың 23-не хат жазам. Әкем емес, Мәдениет ағама. Әзілді түсінетін сол ғой деп. Мәдениет аға, келесі айдың ең бірінші күні, алғашқы күні, мен Мика Чичинадзе деген қызбен ЗАГСке қол қоям, тіркелеп дедім. Әзілді жазған. Мәкең ол хатты алған. Хатты алғанда 7 күн емес, 8 күн деген 2 сәуірде кеп тұрады ғой ауылға. Сөйтіп оқиды ғой.
үйдегілер, әкем шок, инфаркт. Оны кейін ұмытып кеткен мен. Хат келді. Мәдениет ағам жазып жібереді ғой. Талап, не істедің сен? Мынау өтірік па, рас па? Папамыз анау құлап қалды, әкеміз. Мамамыз көрпе төсек түгелдеп жатыр. Егер сол грузин қызды алсақ, мақұл аламыз ғой. 10 мың рубль қарызсың деп айтып кеп тұрмай ма? Ондай болмаса біз көндік. Өйткені бізде әкеміз айтқандай грузиндермен құда болматтық, болай көндік. Не болмай жатыр деп. Өйткені Қаден көкемнің, папамның, әкемнің інісі орыстанаған ғой. Енді грузиннен де алайықтар деп көніпті да. Міне осындай оқиға болған. Өзімнің бір әзілім сол сәтсіз болды. Әкемді ауыртып, кейін кешірім сұрадым, тағы да келесі хатпен, кегесінде айтып жатыр. Бірақ ауылда сол оқиға біраз халықтың құлағында жүрді. Енді анасы бар адам ешқашан қартаймайды дейді ғой. Анам туралы көп айтып атқан жоқпын, өйткені жаңа басында ғана айтып өттім ғой. Көбісінде әкемізден қорқатынымыз, мамамыз қасымызда шай беріп, тамақ беріп отыр. Онша білінбейтін ғой. Бірақ осындай 9 баланы дүниеге келдіріп, осыншама тәрбиелеп, ешнәрсе жоқ демей, уақытылы тамағын, уақытылы шайын беріп тұрған анамызға сол кезде қонша көп назар аудармағанына өкінеміз. Ата-анамның жатқан жері жайлы болсын деймін. Осы маған қиыншылық тудырған анам туралы көп айтамаймын ау деп. Өйткені анам өзім сияқты қасында жүргеннен кейін бір тағдыр, адам өзі туралы көп айтқанды жақтырмайды ғой. Сол анамыз осындай әкеміз екеуі бізді тәрбиелеп, барлығымызды жетілдіріп келгендеріне мың алғыс айтамын ғой. Өзімнің ұл қызым бар. Енді 2 баланы тәрбиелеудің өзі сәл қиындау болып тұрғанда. Маған енді қиын емес, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Қызым мен бала тәртіпті, оқуды да жақсы оқыды. Ал енді анау өзімнің әке анамды айтсам, 9 мінездіміз ғой, әрқайсымыз. Бізді қалай тәрбиелегеніне ризамын. Енді әкемнен алған, шешемнен алған тәрбиені өзімде өмірде пайдаланып, ұл қыздарыма да айтамын. Тек жақсылыққа жасайтындар. Әкем айтқан сөзі бар еді, ұрлық жасайтын болсаңдар, мені көміп тастап бар жасаңдар деп. Осы қағида менде қалып қойған. Балама да, қызыма да айтатыным сол. Жарым Қатира да тәрбиеде мықты жары ғой. Көп нәрсені айтып атады. Қызға ол айтып атады, балаға мен айтып атамын. Осының барлығы сол жанұяның, отбасының гармониясы деп ойлаймын. Ата анадан қалған. Ешқандай жамандық болмасын, жақсылық болсын. Қадамымыз түзу болсын деймін. Осындай әкем мен шешемнің айтып кеткен сөздерін, ақылдарын өмірде пайдаланып, өмір сүрсем жаман болмайды.